Құрметті әріптестер, оқушылар және ата-аналар. Білім алушылар үшін 9 және 11 сыныптарды қоспағанда, орта білім беру ұйымдарында білім сапасындағы жетіспеушіліктердің орнын толтыру мақсатында жазғы мектептер ұйымдастыру қалыпты үдеріс. Су тасқынынан зардап шеккен төтенше жағдай жарияланған өңірлерде оқу процесі қашықтан өткізілді. Сонымен қатар солтүстік және шығыс облыстарда қыстың кезіндегі қатты аязда сабақтар қашықтан ұйымдастырылды. Мысалы, -25, -40 градус аяз немесе қарлы боран кездері. Осындай жағдайда министрлік білім алушылардың қажеттілігі мен сұранысына қарай ата-аналардың келісімімен жазғы мектептерді ұйымдастыруды ұсынады. Биылғы жылы жазғы мектеп 27 мамыр мен 31 мамыр аралығында 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші және 10-ші сынып оқушылары үшін өз жұмысын бастауға дайын. Жазғы мектепте білім алушылардың оқу жетістіктері бағаланбайды, үй тапсырмасы берілмейді. Климаттық жағдайларды ескере отырып, бастауыш сыныптарда сабақтар 30 минуттан, 5-ші және 10-ші сынып аралығындарда 40 минутқа дейін өткізіледі. Жазғы уақыттағы оқу барынша қызықты әрі мазмұнды өту үшін барлық жағдайлар жасалуы тиіс. Осылайша биыл оқу-ағарту министрлігі ата-аналар мен оқушыларға таңдау мүмкіндігін беріп отыр. Мектеп ашық, ұстаздар жұмыста, түсінбеген немесе қиын болған тақырыптар бойынша дәріс алғыңыз келсе, жазғы мектепке келіңіздер.